Кейбір адамдар намаз оқымасаң оразаң қабыл болмайды деген пікірді айтып жүр. Өзін мұсылман санайтын иманы бар әрбір жанға Рамазан оразасын ұстау парыз. Құранда Алла тағала бұрынғы үмбеттерге парыз болғандай, сендерге де ораза парыз етілді деп келтірген. Оразаның парыз болу үшін белгілі шарттар айтылады. Олар мұсылман болу, балиғатқа жету, ақыл есі дұрыс болу сияқты. Алайда намаз оқу керек деген арнайы бір шарт жоқ. Әрине, намаз да парыз, ораза да парыз. Бірақ шариғатта әрбір парыз өз алдына жеке-жеке міндет етілген. Бір парызды орындамау екінші парызды жоққа шығармайды. Яғни адам намаз оқымай күнәға батуы мүмкін. Бірақ бұл оның ораза мүлдем қабыл болмайды деген сөз емес. Ораза Алла тағалаға жақындататын жеке дара құлшылық. Пенде ораза ұстау арқылы өзіне жүктелген ораза міндетінен құтылады. Намаз оқымаған адамның оразасы қабыл емес деп кесіп айту негізсіз сөз. Мұндай ауыр үкімдерді дәлелсіз айту дұрыс емес. Дін мәселесінде үкім айту аса жауапты іс.